сен сөзден қашпай, Бағдәулет отыр, например, Нұрсұлтан отыр да, болды ма сол жерде, болды көтеріп отыр. Сен мен кірмейтін едім деп, не тәпішкеден секіріп отырсың, жоқ, Абайға тұра тұршы. Не сонда сол жерде болған қыздар не, андай жаман қыздар деп тұрсың ба сен? Айдана, тұра тұр. Бері қарап сөйле. Мен саған айтып атқан жоқ, мен саған сестеренкаң бірдеңе істеп қойды деп атқан жоқ, мен саған айтып атым, просто сол атмосфера сен айтып атсың, аузынан шықты. Жауап бересің ба сен сөзіне? Не айттым ал, айтшы ал сен. Нормально сөйлесе, мен сестеренкамды қандай халыққа не жаман сөз, жаман ой салып отырсың сен? Именно сол атмосфера ұнаған жоқ, мен лишний ұнамаса онда немеге кіресің сен? Абылай, мен айтайыншы, бұл жерде басына кіресің ба? Абылайдың сөз қоры аздау ғой, кішкене мен айтайын. Сен жақтаспай-ақ қойшы вообще. Қарындасыма қарап. Сен сөйлемей-ақ қойшы, аузы бар шығар өзің. Айдана просто ол жерде жігіттер мен қыздар отқаннан кейін мен ұнаған жоқ, тем более хата болғаннан кейін просто Нұрсман айтты, кіріп шаяқ деді, сосын кейін болды кіргеннен кейін кіріп шаяқ деді. Мен айтса, тұра тұршы. Мен сөйлеп алайыншы, Нұрс, тұра тұршы. Мен саған айтып атқан жоқпын, сестеренкаң үйтті, бүйтті деп атқан жоқпын. Именно сол жердегі отырыс маған ұнаған жоқ. Сен де сондай жігітсің онда. Мен отқан жоқпын ғой, Айдана, мен отқан жоқпын ғой. Сен қарай алмаған қарындасына сол маған қарап жүр. айтпай-ақ қой, бақырып. Ары қарап сөйлеші, маған сөйлеме сен. Мықты болсаң қалтана сауал сесін. Маған сөйлеме сен. Бағдәулет қызбен үйтіп сөйлеспей-ақ қойшы, конкретно айтайын. Али қара. Бұл қара, сен мен қара. Али сен бар ғой негізі.